қымбатты көрермен, бүгін біздің сұрағым бар бағдарламасының кезекті қонағы белгілі кәсіпкер Олжас Сүлеймен. Олжас, сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Қош келдіңіз. Рахмет. Ең алғаш сізбен сұхбаттасамыз деген кезде менің жұмыстағы жұмдастарым, отқан операторымыз, ол кісі Атырауға келді ма не деп сұрақ қойды. Олардың ойлаған адамы сондағы Олжас Омарұлы Сүлеймен ағамыз екен. Жалпы сізді сол кісімен көп шатастыра ма? Жиі шатастырып жатады, кейбір кезде қызықты сәттер болып жатады. Бірақ өзім ол кісіні қатты сыйлаймын. Маған бір үлкен мәртебе, ол кісінің есімін маған бұйырғаны, өзі сол азан шақырып атымды қойған кезде бірге болған. Сол кісінің келісіммен қойылған есім. Сол мен үшін ол өте үлкен мәртебе, бірақ мен бәріне де айтам. Мен жеке тұлға, ол кісі жеке тұлға. Мен үшін бұл бір мақтанатын нәрсе емес, ең бастысы жауапкершілік. Сол кісінің келісіммен қойылу деген сонда ол кісімен бұрыннан танысып еді отбасыңыз? Отбасымыз таныс, иә. Өйткені әкемнің ағалары жазушылар одағына кіреді. Сол жақтан бірге араласып, сол ағаларымыз қонақта болып қалған кезде әкеміздің атасының есімі, үлкен атамыздың есімі Сүлеймен. Сүлейменнен Адамбек тарайды, Адамбектен әкеміз туады. Сол кезде сол кісілер ойланып отырып, онда неге есімін Олжас, фамилиясын Сүлейменов қылмайсың деп. Нағыз сол кезде дүркіреп тұрған кезі ғой, былай. Хит, хайп дейді ғой жастар. Сондай кезінде маған сол Олжас Сүлейменов ағамыздың жаңағында есімі бұйырыпты. Жалпы Олжас Сүлеймен деген атты қаншалықты пайдаланасыз? Пайдаланамын деп айта алмаймын. Өйткені мен мүлдем басқа салада жүрмін, жазушы емеспін. Бірақ адамдармен танысқан кезде естеріне сақтауға оңай келеді. Ол кезде енді сол 90-шы жылдың аралығында дүниеге келген балалардың көбісі Олжастар өте көп. Бірақ Сүлеймен деген толық жаңағындай аттасы көп емес. Сол себептен мен өзім оны қолданам деп айта алмаймын. Егер жазушы болсам, мүмкін қолданатын шығармын. Маған ең бастысы тағы да айтайын, бұл деген өте үлкен жауапкершілік. Кішкентай кезімнен оны сезіндім. Ағамызды ұятқа қалдырмайын, атына кір келтірмейін деген сияқты. Сіз дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреатысыз. Жалпы бұл сыйлықты қалай алдыңыз? Сол Қытайдан аман-есен оқуымды бітіріп, қызметімді жасап, елге оралған кезде ағаларымыз хабарласып, Олжас, сен дарынға ұсынайын деп жатырық деп. Шын айтсам, дарын сыйлығын білмейді екенмін ол кезде. Бұл жақтағы жастардан сұрасам, олар да көбісі білмейді. Интернеттен ашып қарасам, әжептәуір үлкен жақсы бір сыйлық екен. Керемет тұлғалар алған, ең бірінші алғандардың бірі Иманғали Тасмағамбетов, осы жақтың тумасы. Соны көргеннен өте қуанып, сол ағаларымыз ұсынғаннан кейін сөйтіп бұйыртып қалды, ағаларымыздың қолдауының арқасында. Оны алу үшін не істеу керек? Енді бірнеше жаңағындай өздерінің беретін номинациясы бар. Ғылыми жұмыс, сосын мәдени жаңағындай әнші, болмаса актерлық, сол бірнеше номинациясы бар. Мен қоғамдық жұмыс бойынша алдым. Общественная деятельность дейді. Сол қоғамдық жұмыстармен белсенді айналысып, жастар жаңаға маған қолдау көрсеткен ағаларымыздың өзі айтып, жастарымыздың екінің бірі сыртта жүріп жаңағындай ұйым құрған жоқ, екінің бірі Біріккен ұлттардың мінберіне сөйлеген жоқ деп өздері көндірген мен. Ол кезде құрылыста жүргем, сол жақта Алматыда үлкен құрылыс компанияның бас директоры болып ең тағайындалған кезім, ештеңеге уақытым жоқ. Сөйтіп аласапыран болып жатқан кезде сол хабарласқан, мен ағаларымызға айтқам, қоя салайықшы, мен қазір оған уақытым жетпейді деп. Олар жоқ, сен міндетті түрде алуың керексің деп сөйтіп қолдау көрсетті, сондай жанашыр ағаларымыз. Соның арқасында бұйыртып отыр. Енді ешқашан бір сыйлық алайын деп жұмыс істеп көрген жоқпын. Қытайда қандай іс-шараларды ұйымдастырдыңыздар? Өте көп. Қазақстаннан келіп шыны керек таңғалатын. Қазақстанда өтіп жатқан жайдарманды өткіздік Шанхайда, Есенин Елеукен ағамызбен. Қазақ тілінде? Иә, қазақ тілінде. Қытайдың төрінде Шанхайда 700-800 адамды жинап, жергілікті қандас бауырларымыз бар. Олар да ондай шаралардан қалмай белсенді қатысып жүреді. Оларға қазақша өтсе болды. Өйткені олар орыс тілін мүлдем білмейді. Сосын 6 жылдан қатарынан халықаралық деңгейде қазақша күрестен жарыс өткіздік. Қазақстан телеканалы келіп түсірді.
наурызды дүркіретіп тойлайтынбыз. Наурызымызда ат шабатын Қытайда. Қызғуды батырлардың шайқасын көрсететінбіз. Жалпы Қытай азаматтары қазақ азаматтарына қалай қарайды жалпы? Осындай шаралар ұйымдастырдыңыздар Қытайда? Бізге тосқауылдар өте көп болды ұйымдастыратын кезде. Өйткені білсеңіз, Қытайдың заңы бойынша 50-ден астам адам жинайтын болсаң бір жерде, сен өзге елдің өкілі болатын болсаң, міндетті түрде партиядан рұқсат алуың керексің. Ол рұқсатты бір жарты жылдың уақытында күтесің. Біз шараны білдіртпей ұйымдастырамыз. Содан кейін жаңағындай университетте мұғалімдеріміз өздеріне шақырып, бізден бір түсініктеме алып алады. Содан келесі шараны ұйымдастыра береміз. Енді шыны керек бір қауіптің арасында жүрдік, бірақ ұйымдастырмауға болмады. Өйткені өзіңіз білесіз, ол жылдары мынау жастарымыз бұзылып кетті, Қытайда естіп жатыр, бүйтіп жатыр деген ақпарат жиі тарай бастады. Бірақ он саусақ тең емес қой. Оның арасында білімді, керемет жастар бар, патриот жастар бар. Бәрі түнгі клубта жүреді емес, жақсы өзінің білімімен, жаңағы еңбегінің арқасында жақсы жетістікке жетіп жатқан жастар бар. Біз соларды көрсетейік дедік. Сондай мақсатпен құрғанбыз. Жалпы Қытай елінде қызмет ету, ол жақта жұмыс жасау қаншалықты ыңғайлы, қолайлы? Өте қиын. Өйткені сен біздікіндей бір той бар еді, сұранайын деп едім, жақыным қайтып еді, болмаса жаңағындай демалуға барып келейін деп едім, ауырып қалдым, больничный ашып едім деген ондай о жерде мүлдем кешірілмейді. Біраз уақыт жұмысқа келмесен, ауырып жатсың ба, қалай жұмыс орнынан айырыласың. Мен бір компанияға жұмысқа өтетін кезде 11 этап собеседованиеден өткем. Ал қаражат жағынан қандай айырмашылық бар? Шетелдіктерге тілді жақсы білсең, өте жақсы жалақы төлейді. Қазақстанда, басқа елдерде мүмкін сен ондай жалақыға жету өте қиындау болатын шығар, бірақ елімізде қазір Құдайға шүкір жағдай жақсы ғой. Білімді, көздері ашық, талпынысы бар, жастарды жақсы көтеріп жатыр. Мен өзім 27 жасымда үлкен құрылыс компанияның Алматыдағы бас директор болдым. Ол деген, мысалы, басқа елдерде кездеспейтін жағдай. Бірақ егер де сен шетелдік азамат болсаң, тілді жақсы біліп жатсаң, және де мамандығың дұрыс болса, құрылысшы мамандығы өте жақсы мамандық қой. Сол мамандығыңды дұрыс біліп жатсаң, жалақың өте жоғары болады. Қытай елінде алған еңбек ақыңыз бен осы қазіргі таңда Қазақстанда алып жатқан еңбек ақыңыздың арасында қанша пайыз айырмашылық бар? Жер мен көк. Өйткені Қытайдікі көп әрине. Неге келдіңіз онда Қазақстанға? Жиі қояды маған сол сұрақты, қайту керек па, әсіресе сол жақта жүрген жастарымыз. Маған ол шешім қабылдау өте қиын болды. Бәріміз бөсіп айта береміз ғой. Өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол деп. Бірақ біз оны нағыз сол сөзді мәнімізбен, тәнімізбен, өзіміздің жүрегімізбен өткізіп түсінген азаматпыз деп айта аламын. Өйткені өзге елде 9 жыл жүру, әсіресе Қытайда 9 жыл тұру деген оңай емес. Ол жақтағы жалақым, мысалы, қазір салыстыратын болсақ, енді қазірде тәуба жақсы, өйткені қазір кәсіпкерлікпен айналысамыз. Ол жалақыға байланып отқан жоқпыз. Бірақ сол кездегі оқуды енді бітірген жас баламен салыстыратын болсақ, $7000 жуық айлық алдым. Бүгінгі қоғамда ең өзекті мәселелердің бірі ол қазақ қызының Қытай азаматына тұрмысқа шығу. Жалпы бұған көзқарасыңыз қандай? Өте жаман. Ол жаққа тұрмысқа шығып, өте күрделі мемлекет, саясатын өте жақсы білем. Ойын, пиғылын, қулығын бәрін жақсы білем. Өйткені сол елдің арасында 9 жыл тұрдым. 12 мүшем аман, дін аман, денім сау болып аман есен оралғаным өте қуаныштымын. Ол елге қыздарымыз шығып жатқаны өте қарсымын. Қытайдың пиғылын, қулығын білем деп, жалпы 9 жылдың ішінде қандай арамдыққа тап болдыңыз жалпы? Өте көп. Ондай қатты саяси әңгімеге берілгім келмейді. Бірақ ондай жағдайлар көп болды. Ол елге де алғысым шексіз, Құдайға шүкір. Білім алдық, тілін үйрендік. Соның арқасында біраз жетістікке жеттік. Бірақ адам өзінің жеке басын ғана ойламау керек. Олар бізді күні түні зерттейді. Бірақ нәрсе айтайын. Қытай елінде 30-дан астам Қазақстан, кішкентай типтай Қазақстанды зерттейтін күні түні 30-дан астам институт бар. Күні түні біз қалай руға бөлінеді,
шымкенттік атыраулық болып бөлінеді, тендерларды қалай ұтып алады. Не үшін зерттейді сонда олар? Өйткені олар бәрін білгісі келеді, ол жағынан олар мықты, өзінің маңызды, саяси маңызды мемлекеттердің бәрін зерттейді. Институттар бар сондай зерттеу. Бізде өкінішке орай ең маңызды көршіміз, ең маңызды саяси маңызды көршілеріміз бірі алпауыт мемлекет, қасымызда аузын ашып отқан Айдаһарды зерттейтін бірде-бір Қытайтану институты жоқ. Мен бар үмітім сол жақта оқуды бітіріп келген, менталитетін, тілін білетін жастар, көкірегіндегі патриоттық сезімі өшпесе, солар ертең жақсы білім алып, әрқайсысы бір жеке институт болады деп сенемін. Өйткені ол толқын, Қытайдан келетін толқын, бәрібір де келеді. Оны дұрыс жерге бағыттайтын тұлғалар болу керек. Және де таза, ештеңеге сатылмайтын, арын сатпайтын, елін сатпайтын азаматтар үкіметте отыру керек. Түсінікті. Кеше күнге дейін сіз дін істері және азаматтық қоғам министрінің кеңесшісі болдыңыз, жастар саяси мәселелер жағынан. Жалпы онда қалай келдіңіз? Олжас Сүлеймен 27 жасында қалай министрдің кеңесшісі болды? Сол кездегі Нұрлан Байзақұлы министр ағамыздың өзі ұсынды. Ол кісі қалай танысып едіңіз? Ол кісі елші болып отқан кезде Қытайда, Қытай елінде. Мен сол кезде жастар ұйымын басқарып жүргем. Сол кезде жұмысымызды байқады. Осы жаққа келіп жүрген кездегі жұмысымды сырттай байқап жүрді. Форумдарда жиі кездестік. Бір күн айтты, Олжас кеңесшім болсан. Мен айттым, Нұрлан Байзақұлы, кешіріңіз, мен мемлекет қызметіне баратын ойым жоқ. Сосын жоқ, штаттан тыс кеңесшісі болсан да. Штаттан тыс дегеніміз, яғни жалақысыз. Жалақысыз. Оған бірден емес, айттым, Атырауға көшіп жатыр Алматыдан, кішкене реттелсін жұмыс. Жаңа жылдың басынан бастайық деп. 17 жылдың аяғында ұсыныс берген. Сөйтіп 18-дің басында бастап кеттік сол жұмысты. Не үшін кеттіңіз? Кеткен себептерім көп. Мемлекет қызметте көбінесе командамен жұмыс істейді, ол жасыратын нәрсе емес. Қазір жаңа команда келді. Нұрлан Байзақұлын сыйлағандықтан мен мемлекет қызметіне баратын ойым жоқ. Сол кісіні сыйлағандықтан ол кісімен жұмыс істеу деген өте үлкен мәртебе. Мен әлімге шейін қуанам. Жоқ, қазіргіде жаңадан келген министр де өте жақсы кісі шығар. Бірақ мен алдында келісім Нұрлан Байзақұлымен болғандықтан, бір жағынан, екінші жағынан уақытымды көп алады. Жастармен кездесу керек. Сосын жай ғана бір кеңесші болып, мәз болып жүре бергім келмейді. Сол жұмысыңда адал, лайықты деңгейде дұрыс атқару керек. Сонда сіздің кеткендегі себебіңіз министрдің ауысқандығында ма? Себептердің біреуі сол, ол рас. Өйткені мүмкін қазіргі министрға мен кеңесші ретінде қажет емес шығармын. Ол кісі сізді шақырса барар ма едіңіз? Ойланып көрермін, өйткені қазіргі кезде менің мынау басты жұмысым, кәсіпте жүрген жұмысқа кәсібіме көп көңіл бөлу керек. Нақты жазғы мезгіл әсіресе құрылыстың нағыз қызатын кезі. Сол себептен қазір өмірде ең адамға зиян келтіретін нәрсе, ол орысша айтатын болсақ, распыление. Әр нәрсеге назар аударып, әр нәрсеге көңіл бөлу. Ондай нәрсені ұнатпаймын. Біраз уақыт кеңесші болып жүріп, осы кеңесшілік жұмыс көп уақытымды, көп энергиямды талап ететін түсініп, бір тоқтатуға тура келді. Кеңесші болып жүріп, не бердіңіз жастарға? Өзіме де сондай сұрақ қойғам. Кеңесші ретінде не істедім деп. Адал, өз-өзіме тәубә деп айта алатыным, ең бастысы жастармен ашық, жақсы, адал диалог құруға тырыстым. Жастар кездесем деген жастарға жоқ деген жоқпын. Аз ұйықтасам да, өзімнің туған туыстарыма, жанұяма көңіл бөлуге, солардың ақысын жесем де, көңіл бөлуге мүмкіншілік болмаса да, бірақ мен жастарды priority one дейді ғой, бірінші приоритет, соған қойып, көңіл бөлуге тырыстым. Өйткені мына кеңесші болып өзінше болып кетті деген әңгімеден қорықтым. Адамдарды ренжітуден қорқам. Сол үшін өзім 2-3 сағат ұйықтап жүрсем де, бірақ жастармен кездесіп, өте ашық диалог құруға тырыстым. Соған ғана айта аламын, жақсы бір жетістік болды деп. Түсінікті. Жалпы сіз туралы ақпарат іздегенімде көбіне осы салаңыз туралы, қызметіңіз туралы береді екен сұхбатыңызды, бірақ отбасыңыз туралы көп ақпарат жоқ. Жалпы отбасыңыз туралы айтып кетсеңіз.
иә, мен оған да бір себептерім бар. Өйткені өзім әлеуметтік желілерде отбасым туралы өте аз ақпарат жазам. Өйткені тіл көзден қорқам. Счастье любит тишину дейді. Орыстарда жақсы сөз бар. Өте сокровенный, былай тығып отыратын дүниелердің бірі мен үшін ол менің имани құндылықтарым. Ол туралы да әңгіме айтпаймын. Басқаларды үйретіп, бос арбаның даңғыры көп дейді, даңғырлай бергім келмейді. Және де отбасым жайлы жиі айтпаймын, бірақ Құдайға шүкір керемет ата-анам бар. Қарағанды облысында, Қарағанды өзінде тұрады, басында. Анам дәрігер, әкем полиция қызметкері. Екеуі де өмір бойы мемлекетке адал қызмет істеген. Негізі үйде 4 бала едік. Бірақ 7 жыл бұрын тағдырдың сондай несі болып, бір әпкемізден айырылдық. Қазір үшеуміз 2 ұл 2 қыз едік негізі. Ағам Астанада қызмет істейді. Мына Астана әкімшілігінде біраз жыл қызмет істеді. Өзінің үлесін қосып. Олда да болашақ бағдарламасымен мен сияқты Қытайда оқып келген. Адал жарым бар. Өзіміздің Сара деген қызымыз бар. Қазіргі кезде 1 жас 5 ай болды. Центр Азия Групп компаниясы, иә? Жалпы бұл компанияның мақсаты қандай? Мақсаты дүние жүзіндегі алпауыт компаниялардың бірі болу. Ол бір жай айтып жатқан сөз емес. Соған біз күні-түні талпынып жатырмыз. Қазақстан ішінде ғана емес, халықаралық деңгейде бәсекеге сай болу. Және де мынау дүние жүзінен үлкен қазір жобалар жүріп жатыр ғой. Сол жерге шетелде мамандар шақырмай, өзіміздің мамандарымыз дайындау. Бір керемет жақсы бір мынау үлкен жақсы кадрларды дайындайтын жақсы мекеме бола алсақ, мүмкін олар бізде жұмыс істейді, жұмыс істемейді, маңызды емес, бірақ ертең солар жақсы маман болып, үлкен жетістікке жетіп жатса, ол бізге бір үлкен қуаныш болады. Сол үшін ең бастысы біз бір тұлғалар тәрбиелеуіміз келеді. Сіз неліктен көшбасшылық туралы көп айтасыз? Өзіңізді көшбасшымын деп есептейсіз бе жалпы? Жақсы сұрақ. Я өзімді көшбасшымын деп есептеймін. Жеке тұлға ретінде ме, әлде қызметте? Жеке тұлға ретінде. Көшбасшы болып есептеймін, өйткені өзімнің қоғамның алдындағы, өзімнің жақындарым, отбасымның алдындағы жауапкершілік толық сезінемін. Біріншіден. Екіншіден, мен адам өзін көшбасшы емеспін деп санағаннан шошимын негізі. Өйткені жастарымыз әсіресе әрқайсысы өзін көшбасшымын деп есептеу керек. Мен деп от болып жанып тұру керек. Ештеңеден қорықпау керек. Өмірде сынақ болады, басқа болады. Ағам жоқ, көкем жоқ деп ешқашан үйтіп аяқ тартпау керек. Алмас қылыш қынамында жатпайды дейді. Егер сен өткір болсан, мықты болсан, бәрібір өзің жететін жеріне жетесің. Талант деген нәрсеге мүлден сенбеймін. 99% еңбек, 1% талант. Егер де әсем әр тұлғамыз, әр жастарымыз көшбасшы болатын болса, біз Қытайдан да қорықпаймыз, Ресейден де қорықпаймыз. Кішкентай Сингапур қазір дүние жүзінде алпауыт мемлекеттердің бірі болып отыр. Ол санда емес, сапасында. Сонда әр азамат өзіне көшбасшы болам деген мақсат қоятын болса, онда біздің мемлекетіміз дүние жүзінің бір үлкен державасы болады. Қазаққа сонда бір алтын ғасыр туады. Енді спикер номер 7-ге келсек, осы спикер номер 7-де сіздің бір айтқан сөзіңіз бар. Ты лидер, либо лузер деп. Неге олай айттыңыз? Намысын оятқым келгені. Өйткені мен ойымша адам не көшбасшы болу керек. Қазақта жақсы сөз бар ғой. Жалындаған от бол, бола алмасаң жоқ бол дейді. Ол мен емес, ата-бабамыздың айтып кеткен сөзі. Мен сол қазақтың жалпақ сөзін қазіргі кездегі современный тілге аударғаным. Ты лидер или фуфло деді. Өйткені өмірде түрлі сынақтар болады. Сол сынақтарға сынбалсан, сынбай қалсан, төтеп бере алсан, сол кезде сен көшбасшысың. Ал жылап, анау үйтті, мынау бүйтті, мынау өмір деген қандай әділетсіз, андай, мындай деп жаңағыдай жылап жүре берсен, бізде пессимисттер өте көп. Мен жиі айтам, каждый таксист реформатор. Бәрі президент сынайды, елбасын сынайды, мемлекет кінәлі, бәрі кінәлі, әкім кінәлі, бірақ өзі кінәлі емес.
Неге сен керемет болсаң, өзіне сол жауапкершілік неге алмайсың? Соны өзгертуге тырыс. Көшбасшы бол. Фуфло емес екеніңді дәлелде. Көшбасшы екеніңді көрсет, сынаққа төтеп бер, сынба. Өмірде әрине сынақ бермесін, жақындарымыз жоғалтпайық, ешқандай қиындықтар болмасын. Бірақ көшбасшы адам деген сол қиындыққа төтеп бере алатын адам. Сол үшін мен жастарымыздың сондай бір намысын оятқым келді. Сіздің мына Атамекен бизнес ченнел бағдарламасы бар ғой, сонда Жас Отан жастар қанатының жаңағы басшысымен сұхбатқа скайп арқылы шыққаныңызды білем. Сонда айттыңыз, Корейдің 80% жаңағы қыстекелерден тұрады деген сияқты қылып айттыңыз. Жалпы ол статистиканы қайдан алдыңыз? Жалпы Кореяда, Қытайда сондай статистика нақты қойылып қойған ба? Жоқ, ондай нақты қойылып қойған статистика жоқ. Ол мен жобалап айтқам. Өйткені басым бөлігі шынымен де солай. Кәріс елін алатын болсаң, Қытай елін алатын болсаң, басым бөлігі өте қыстеке. Өйткені жаңағы поп-культура олардың қанына сіңіп кеткен, мәдениетіне. Әсіресе Корея елінде. Оларда басында содан басталған. Біз қазір сонда поп-культураны тренд дейміз да, ертең әсем уақыт келеді, гей-парадты да тренд дейміз. Мен оны қаламаймын. Мен 91 сондай деп айтып отқаным емес. Мен олардың шығармашылық жаңағындай өздерінің жұмыстарына сәттілік тілеймін, риза болам. Қазақша жақсы, жаңа бір ешкімге ұқсамай, жақсы бір жаңа стиль енгізіп жатқан шығар. Бірақ мен уайымдататын бірақ нәрсе, мен Жас Отанға да ешқандай бір нем жоқ. Ол мен өзімнің жауапкершілігім сезінгенім, маған кеңесші ретінде. Ол жағдайда үндемей отыру негізі өте ыңғайлы. Сынға да қалмайсың, басқаға да қалмайсың, тынышына отырасың өзіңнің қызметіңде. Бірақ мен неге қорқақ болуым керек? Жас Отан деген үлкен жүйе, маған қаншама жастар қарсы шығатынын білемін. Мүмкін қаншама Жас Отан ұйымның мүшелері ренжіп қалған шығар, мына ол жасқа не ұрды деген сияқты. 91-ның мүшесі жаңағы Дулат бауырымыз, олда да қазақ, олда да мен бауырым, әрі қазақ мен жалғызым деген сияқты. Мен оған ешқандай бір жеке тұрғыда ешқандай бір ойым жоқ, қарсылығым жоқ. Не істесе оны істесін. Бірақ Жас Отан кеңесінің мүшесі болған кезде мен қарсылық білдірген жоқпын. Сосын ол сол жаңағындай съезге қатысады деген кезде мен қарсылық білдірген жоқпын. Бірақ промо ролигында 91-ның клибін түсіріп, сол сахнадан сол 91-ға өлең айтқызып, сол сахнадан келі мінберден соған сөз бергеніне мен қарсы болдым. Сіз жалпы оның сөзін тыңдап көрдіңіз бе сол жерде? Сөзін тыңдап көрдім. Әрине ол тіл жайлы басқа осы мәдениет тұрғыдан жақсы дүниелерді айтты. Бірақ мен қарсылық білдіретін себебім мынада. Мен Жас Отанға ешқандай бір жаман ойым жоқ. Осы күнге шейін мен сынағым келсе де сынап көрмегенмін. Өйткені біреудің жұмысын сынай салу деген ең оңай дүние. Біріншіден. Екіншіден, жастардың арасында бүлікте болғанын қаламаймын. Менің түсінігім бойынша Жас Отан съезді ол жастардың, елдегі патриот жастардың жиналатын бір шаралардың бірі. Бәленбай жастар жан-жақтан әр өңірден келеді. Мен сол 91 Жас Отанның беті болатын, лицо Жас Отана дейді ғой, беті болатын тұлға болды деп әлі есептемеймін. Неге Димаш Құдайбергенді шақырмаймыз? Дүние жүзіне қазақтың атын шығарып жатқан. Дулат сол кезде айтты, мені дүние жүзінде мынандай жерлерді таниды. Мен сол елдерге барып жүрмін, ол 91 танитын елді көрген жоқпын әлі. Мүмкін сіз сұрамаған шығарсыз, жастар таниды ғой. Жоқ, мысалы біз басқа елге барамыз, where are you from дейді, Қазақстан дейміз, Triple G Головкин дейді, мысалы. Қытайда Димаси дейді, мысалы. Бірақ сол елдерге барған кезде, Қазақстан деген кезде, 91 деген естіген жоқпын. Жастардың арасында мүмкін. Иә, мен жастардың арасында жүремін ғой, мен де жаспын ғой. Бірақ Жас Отан деген, ол елбасымыздың партиясының, Нұр Отанның қасындағы жастардың ұйымы. Ол мемлекеттік жүйе. Мемлекеттік деңгейде сол поп-культураны насихаттау деген мен дұрыс деп есептемеймін. Ол жерге Жанқош Тұраров келсін, Қанат Ислам келсін, болмаса бір басқа салада жетістікке жетіп жатқан Google компаниясында басқа жақта жұмыс істеп жатқан қаншама тұлғаларымыз бар. Солар келсін. Не үшін қарсысыз сонда оларға өйтіп? Өйткені әсем мен әр еркек болғанын қалаймын. Олар сонда еркек емес пе? Еркек шығар, оны мен зерттеп көрген жоқпын. Бірақ мен қалайтын себебім еркектеріміз, ер азаматтар қыз текеліктен аулақ болса деп ойлаймын. Түсінікті.
Жаңа хайп туралы айтып жатырмыз. Жалпы өзіңізге пиар жасайсыз ба? Пиар істейтін болсам, пиар істейтін жүйелер өте көп. Бірақ мен жұмысымды ашық көрсетемін. Әлеуметтік желілерде, бәрінде де. Неге? Өйткені Құдайға шүкір менің қуанатын жағдай, ғайсыға неше түр бай достарым болса да, Forbes-тың ішіндегі біраз адамдарды танимын. Бірақ қарапайым ауылда тұрып жатқан достарым маған қатты қымбат. Олар самолет түгелі пойызға отырмаған. Солармен әңгімелескен кезде мен қатты тәубеме түсемін. Солар маған ынта береді, солар сені отқаннан кейін өзіңді қаттырақ қамшылайсың. Әлеуметтік желілерде белсенді жұмыс істейтін себептердің бірі де солар көрсін, пайдалы дүниені етсін. Мен барып жатқан елге олар бара алмайды. Ең құрмағанда сол әлеуметтік желіден көрсін деді. Бүгінгі тағы қоғамдағы ең өзекті нәрселердің бірі бұл суицид. Жалпы қалай ойлайсыз, бұл суицидтің алдын қалай алуға болады? Мен министрдің кеңесшісі болған кезде менен министр ағамыздың өзі сұраған, Олжас кеңесші ретінде ең маңызды айтатын нәрселерің не деп. Мен айтқам, ауруын жасырған адам ерте өледі. Біз суицид деген кезде развод, суицид, ажырасу, соның бәрін айтуға қорқамыз. Статистика бізде өте жаман. Сол кезде мен министр ағамызға айтқан кеңестерім бірі, жастарға керегі ұрандатып айқайлайтын форумдар емес, жалауды бүйтіп ұстап тұратын. Жастар деген массовка емес, жастар деген статистика емес, жастар деген тұлға әрқайсысы. Әрқайсысы бір көшбасшы болу керек. Сол үшін өзекті мәселелердің бірі ол суицид, ол ажырасу. Соны қолға алуымыз керек. Суицидтің ең басты себептерінің бірі, ең маңызды және басты себептердің бірі. Мен оған қатты ойланғам. Ол үлкендермен, ата-анамен диалогтың болмағаны. Өмірде неше түрлі жағдай болады, ол ата-анасына айта алмайды, сосын өз-өзіне қол жұмсап жатады. Болмаса, ата-анасынан ешқандай көмек пайда болмағандықтан көшедегі авторитеттерді тыңдайды. Жұмыспен, басқа нәрсемен ата-ана кейбір кезде жағдайдың бәрін жасайды. Сатып алып беріп жатырмын ғой бәрін, жағдайын жасап жатырмын ғой дейді, болды. Бірақ жастарға керегі диалог. Үлкен буын мен жастардың арасындағы диалог жетіспейді қазір. Патриоттық форумдар өтіп жатады, ұрандатып сөйлеп жатады, шығып. Ол жерден келеді, тыңдайды, оны тыңдап жатқан адам бар, тыңдамай жатқан адамдар бар. Ауылда жүрген балалар бар. Сосын діни мәселе мысалы. Дінді үйрететін ата-анасы жоқ, содан кейін салафи басқа болып жатады. Өйткені оған үлкен ата-анасы, үлкендері үйреткен жоқ. Соны ата-анасы үйрету керек. Жастар мен ата-ананың арасында диалог өте тығыз болу керек. Түсінікті. Енді 10 жылдан кейін өзіңізді қалай елестетесіз? 10 жылдан кейін бір алпауыт компанияны құрған, бір 7-8 баланың әкесі, тағы 3-4 баланы асырап алған, елге біраз еңбегін сіңірген, ең бастысы жақсы әке, адал жар, сондай бір ата-анасының жақсы перзенті, елдің халқының разылығына ие болған, ата-анасының разылығына ие болған, сондай бір жақсы тұлға болсам деп ойлаймын. Керемет бай болмай қойын, бірақ ең бастысы ата-ананың, еліміздің, халқымыздың разылығына ие болсам, Алланың да разылығына ие болам. Соған жетіп жатсам, ол ең басты бір мақсаттардың бірі деп ойлаймын. Кітап оқитыныңызды жақсы білеміз. Осы сұхбатымыздың соңында өзіңіздің үлгі тұтатын бір ақын жазушыларыңыздың сөзімен аяқтасақ. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішінен қулық сақтап, өзіңе сен, білім мен еңбегіне алып шығар сені екі жақтап дейді.